Кейде адам өмірі бір ғана түнде өзгеріп кетеді дейді. Мен бұған бұрын сенбейтінмін. Бірақ сол түннен кейін тағдырдың бір ғана қоңырауы бүкіл өміріңді төңкеріп жіберетінін түсіндім. Күйеуім Азамат екеуміз 15 жыл бірге тұрдық. 2 баламыз бар. Үйімізде, жұмысымызда, тұрмысымызда жаман емес еді. Арамызда үлкен ұрыс та болмайтын. Сол себепті мен өзімді бақытты әйелдердің бірі санайтынмын. Бір күні Азамат 3 күндік сапарға кетті. Балаларды ұйықтатып болған соң теледидар қарап отырғанмын. Түнгі сағат 12:30 шамасы. Кенет есік қоңырауы соғылды. Жүрегім зу ете қалды. Бұл уақытта ешкім келмейтін. Есіктің көзінен қарадым. Шамамен 65 жастағы әйел тұр. Басында ақ жаулық, қолында ескі қара сөмке. Мен есікті жартылай ғана аштым. Қызым, сен Айгүлсің бе? Иә, мен сенімен өте маңызды мәселе туралы сөйлесуге келдім. Кешіріңіз, сіз кімсіз? Әйел ауыр күрсінді. Мені күйеуім таниды. Осы сөзден кейін денем мұздап кетті. Кім бұл? Неге дәл бүгін келді? Неге күйеуім жоқ кезде? Ол үйге кірді. Сөмкесінен сарғайып кеткен бір суретті шығарды. Суретте 20 жастар шамасындағы Азамат тұр. Жанында бір жас келіншек. Екеуі өте бақытты көрінеді. Мен мұндай суретті бұрын ешқашан көрмегенмін. Бұл кім? Әйел үнсіз отырып қалды. Сәлден кейін ғана: бұл сенің күйеуіңнің алғашқы махаббаты деді. Құлағыма сенбедім. Жүрегім дүрсілдеп кетті. Жоқ, сен асықпа. Мен бәрін түсіндіремін. Әйел әңгімесін бастады. Осыдан 20 жыл бұрын Азамат ауылда тұрған. Ол кезде ол осы қызға үйленбек болған. Той күні белгіленген. Бірақ тойға 3 күн қалғанда қыз аяқ астынан жоғалып кеткен. Ешкім қайда кеткенін білмеген. Барлығы басқа жігітпен қашып кетті деген сөзге сенген. Азаматтың жүрегі қатты жараланған. Содан кейін ол қалаға кетіп қалған. Сендер кейін таныстыңдар. Мен үнсіз тыңдап отырмын. Бірақ әйелдің көзіне қарап, оның әлі бәрін айтпағанын сездім. Ол қыз ешқайда қашпағанмен селк етіп қарадым. Онда қайда кеткен? Әйел көз жасын сүртті. Оған ауыр диагноз қойған. Өміріне аз ғана уақыт қалғанын білген соң, Азаматтың өмірін бұзғысы келмеген. Сондықтан үн-түнсіз кетіп қалған. Азамат оның шындығын ешқашан білмеді. Менің де көзіме жас келді. Бірақ ең ауыр сөз әлі алда екен. Ол қыз қайтыс болар алдында маған бір аманат тапсырды. Әйел сөмкесінен кішкентай қорап шығарды. Ішінде хат және күміс сақина. Осыны Азаматқа жеткіз деді. Мен не істерімді білмедім. Хатты ашуға батылым жетпеді. Өйткені ол маған арналмаған. 3 күн бойы сол қорапқа қарап отырдым. Күйеуім келгенше ішім алай-түлей болды. Азамат үйге кіргенде оның жүзі шаршаңқы еді. Мен үнсіз қорапты алдына қойдым. Мұны саған бір кісі әкелді. Ол хатты көрген сәтте өңі өзгеріп кетті. Қолы дірілдеп ашты. Оқ болды. Ұзақ үнсіз отырды. Сосын өмірімде алғаш рет оның еңіреп жылағанын көрдім. Хатты былай жазылыпты: егер сен осы хатты оқып отырсаң, демек мен бұл өмірде жоқпын. Мен сені ешқашан тастаған емеспін. Мен тек сенің бақытты болғаныңды қаладым. Сен мені кешірсең болды. Сол түні Азамат маған бұрын ешқашан айтпаған өмірін айтып берді. Ол қызды өмір бойы ұмыта алмаған екен. Бірақ мені кездірген соң ғана қайта өмір сүре бастапты. Мен саған ешқашан өтірік айтқан жоқпын. Тек өткенімді айтпадым деді. Мен үнсіз оның қолынан ұстадым. Өткенді ешкім өзгерте алмайды. Бірақ бүгінгі таңдаудың құны қымбат. 1 аптадан кейін біз әлгі қыздың қабіріне бірге бардық. Азамат үнсіз гүл қойды. Басын иіп ұзақ тұрды. Кетерінде ақырын ғана: рахмет деді. Мен ол сөзді кімге айтқанын түсіндім. Өткеніне ме әлде бүгінгі өміріне ме білмеймін. Бірақ сол күні мен бір ақиқатты ұқтым. Адамның жүрегінде өткеннің ізі қалуы мүмкін.
Бірақ шынайы отбасы адамның бүгін кіммен өмір сүріп, кімнің қолын таңдағанында.